Кітап қоғам мен адамның арасындағы маңызды фактор. Кітап арқылы келешек ұрпаққа бүгініміз тарих болып жазылып, ертеңгі мұра болып қалады. Кітаптың оқырманға жететін қасиетті орны кітапхана. Кітап оқу мәдениетінің баспалдағы міне осы жерден бастау алады. Яғни кітапты бүктемеу, сызбау, белгі жасамау, тиісті орнына уақытылы өткізу сияқты кітапханалық этиканың элементтерінен тұрады. Кітап оқу мәдениетін жаңғыртудың жолдарының бірі бұл отбасылық кітап оқу. Бала айтқанды емес, көргенді істейді. Сол үшін ата-аналардың үлгі болып үйретуі, балаға қолдау жасауы өте маңызды. Кітап оқу мәдениетінің жаңғыртудың келесі жолы балалар кітапханасы. Кітапхана құрылымы тек кітаптардан ғана тұрмай, арнайы заманауи жабдықтармен жабдықталған оқу залдарымен қамтылуы қажет. Баланың ой-өрісін, ынтасын, кітапқа деген құштарлығын оятуға таптырмас септігін тигізеді. Әр бала біз үшін ерекше. Осы жолда жұмыла жұмыс жасасақ, көптеген жетістіктерге қол жеткізуіміз анық болмақ.